Ayalыңыз сізді таштап кетет. Бала чағаңыз сізді таштап кетет. Мал мүлкіңіз сізді таштап кетет. Байлығыңыз сізді таштап кетет. Ешкім сіз менен қабырда чоғы болбойт. Біліп қойыңыз. Қабыр емес, өлген түні сіз менен ешкім жатпайды. Сіздің жаныңыз шыққан түні аялыңыз сіз менен жатпайды. Балаңыз сіз менен жатпайды. Небереңіз сізді құшақтабайды. Сізге біреу да жақындабайды. Сізді о көрге қойыл елек. Бұл жерде әлі уже сіз менен мәселенің бәрін бүтірді. Бүтті. Не деді? Чеш мына киімдердің бәрін ал сал. Саатын чеш бияқа. Бұт киімін чеш, тияғын чеш. Ештеке. Не? Бұға бұл бір кепін жетішті болды. Кепін қора да бүтті. Ушундай дүние келген, құды мұшы ойдан кетірі үрлі, давай. Дүние келгенде ушундай келген еле. Bir сом алып келген емес еле. Bir қолында жүгені, bir қолында ақшасы келген емес еле. Атын қармап келген емеспіз. Барымыз енеден келгенде илап келгенбіз. Ақ сұрыпқа оралып келгенбіз. Деп илаған ойдан. Шайтан бір сайғанда илап келгенбіз. Еми кете тұрған уақыт келді. Қандай кете отауыз? Құды машонда еле. Сіз ал байлығыңызды санауаңыз ал. Қабырда сізден сұрабайды, қанша атың бар еле? Қанша үйің бар еле? Қанша бағың бар еле? Атың кім? Атаң аты кім? Фамилияң кім? Қанша тулың? Сұрабайды Алла Тағала. Бұны сұрабайды, сен қанша жашадың сұрабайды. 80-ге шықтың бі, 90-ға шықтың бі, 40-қа жашап еле келдің бі? Сұрабайды, қаншаға шықтың? Қаншаншы жылы туылдың? Сұрабайды Алла Тағала. Сұрайды, сен менің қанша құлшылдық қылып келдің? Қанша менің құлым болып жашап келдің? Сұрай тұрған ұшыр келді. Алданып қалып айлы туғандар дүниеге. Келгенде қандай келгенбіз? Кетіп отқанда қандай кетеміз? Ушу екі точканы ұмытпайлы. Жашауыңыз оңолот, Құда қаласач. Ушу екі точканы ұмытпайлы. Емнеден жаралғанды ұмытпайлы. Қантып келгенді ұмытпайлы. Қантып кетіп отқанды ұмытпайлы. Қантып кетіп отқанды ұмытпайлы. Дүниеменен қоштасып отқанды ұмытпайлы. Құда қаласа ушун аралығында Алла Тағалам қанша өмір берсе, 100 жыл берсе, 100 жыл жашайлы. 60 жыл берсе, 60 жыл. 40 болса, қанша берсе Алла Тағала бұшы жашайлы. Бұл екі точканы ұмытпайлы. Башын, аяғын ұмытпайлы. Ушында оңғылауыз. Ушында чынығы ақиқат. Шайтан бізді азғыр албайды. Бізге жаман ойды, пікірді сала албайды. Қачан біз екі точканы ұмытпасақ. Башын, аяғын ұмытпасақ. Ошон үшін біз намазды алып жүрөйлі. Ой, туғандар намазды алып жүрөйлі. Намазды алып жүрөйлі. Қабырға барғанда, да қайтайын. Ал жерде мынау жарықтық болбойт ал. Намазыңыздың жарықтығы нұр болады. Намазыңыз сізбенен бір болады. Қиямат күні намаздан бірінші есеп кетіп намаздан сұралады. Кімді намазы жақсы шықса, башқа амалдары да жақсы шығады. Намаздан жығылса, кейінкілері қирайтады. Кейінкілерден бұл шоры құрысын, енесі иласын дейді. Бұл өте жаман болады туғандар. Ошон үшін альхамдулилля 5 уақыт намаз денсаулығыңызға дағы жақсы, рухқа дағы жақсы, ырысқыға дағы жақсы, нервке дағы жақсы. Бүгін адамдар нерві жұқа, ұрыша тұрған, жаңжалдаша тұрған, бір-бірін өлтіргенге таяр, бір-бірін жегенге таяр. Не үшін? Намаз жоқ. Намазды шашылбай оқысақ, олуттуға шашылбай оқысақ, өзін қармай тұрған болады әлі. Шын үшін туғандар, келіңіздер, 5 уақыт намазды біз таштабайлы. Учур келет, намаз бізді таштабайды.